Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Әрбір видеода инвестициялау кезінде портфельді диверсификациялауды ұмытпаңыздар деп айтып келе жатырмын. Диверсификацияның қарапайым тілмен айтқанда бірнеше бағалы қағазға иелік ету екендігін түсінген шығарсыздар. Алайда портфель жақсы диверсификацияланған болуы үшін қанша бағалы қағазға иелік ету керек? 10, 20 немесе 100, әлде 200 бе? Бұл видеода осы сұраққа жауап алатын боласыздар. Тақырып сіздерге қызық болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Ал арнаның жаңа көрермені болсаңыз, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Диверсификация тәуекелді азайту үшін керек. Мысалы, сіздің инвестициялық портфеліңізде екі түрлі акциялар тобы бар делік. Бір топтағы акциялардың бағасы дағдарыс кезінде төмендейді, ал екінші топтағылардың бағасы осы кезде керісінше өседі делік. Егер осы акциялар тобының портфельдегі үлесі бірде болса, дағдарыс кезінде сіздің капиталыңызға өте қатты зиян келе қоймайды. Диверсификация жайлы ең алғаш сөз 1952 жылдары айтыла бастады. Осы жылдары Гарри Марковиц өзінің портфелі теориясын жарыққа шығарып, оны дәлелдеп берді. Оның теориясына сәйкес, инвестицияның тәуекелі жеке акциялардың котировкасының өзгерісінің негізінде емес, олардың портфельдегі жиынтық қозғалысы арқылы анықталады. Осылайша, портфельде акция көп болған сайын инвестицияның тәуекелі азаяды. Сіздерде көп дегеніміз қанша деген сұрақ туындауы мүмкін. Негізі, портфельдегі акцияның саны қандай да бір санға тең болуы деген ереже жоқ. Себебі әрбір инвестордың өз стратегиясы бар. Алайда, көптеген инвесторлар мен аналитиктер активтердің саны орта есеппен алғанда ең көп дегенде 30-дан аспауы керек деп есептейді. Себебі бір адамның максимум тек осынша бағалы қағазды тиімді басқаруына, бақылауына, талдауына мүмкіндігі жетеді. Мысалы, инвестор өз портфеліне 50 түрлі акция мен облигацияларды сатып алды делік. Бағалы қағаздардың саны көп, және инвестор әрбір бағалы қағазға не болып жатқанын бақылап талдап үлгермейді. Нәтижесінде инвестор облигация бойынша офертаны жіберіп алуы мүмкін. Немесе инвесторлардың көңіл-күйіне жағымсыз есеп берген компанияның акциясын уақытылы сатуды ұмытып кетуі мүмкін. Егер осындай компаниялардың саны 2 емес 5 болса ше, онда бұл жағдай инвесторның портфелінің жалпы кірістілігіне кері әсер етеді. Алайда, санын қуамын деп акциялардың сапасын да ұмытпаған жөн. Портфельдегі ең көп акциялардың саны туралы түсінген болсаңыздар, енді бағалы қағаздардың портфельдегі минималды саны туралы айтайық. Ол 10-нан кем болмауы керек деп есептелінеді. Портфельде бағалы қағаз саны аз болса, онда олардың әрқайсысының портфельдегі үлесі жоғары болады, ал ол тәуекелді арттырады. Егер тіпті бір акцияның бағасы төмендейтін болса да, портфельдің жалпы табыстылығына кері әсерін тигізеді. Мысалы, сіздің портфеліңізде тек 5 акция, және олардың портфельдегі үлесі тең деп қараңыз. Жылдың соңында олардың 4-еуі нарықпен бірге 20%-ға өсті делік. Ал бір бағалы қағаз компанияның өндірісіндегі күтпеген жағдайға байланысты 30%-ға арзандап кетті делік. Нәтижесінде инвестордың портфелі бар болғаны 10%-ға өседі. Ал егер инвестор портфелін жақсырақ диверсификацияласа, 2 есе көп табыс таба алатын еді. Активтер мен олардың санын таңдаған кезде инвестициялаудың суммасында ескеру керек. Мысалы, сіз $1000 инвестицияладыңыз делік. Егер осы $1000-ға тек 10 акция сатып алсаңыз, және әрбір акцияның үлесі портфельде тең бөлінген болса, онда бір акцияның портфельдегі үлесі 10%-ға тең болады, немесе $100. Егер нарықта бір компания үшін жағымсыз жағдай туындаса, сіз инвестициялаған суммаңыздың бір шамасын жоғалтып алуыңыз мүмкін, яғни максимум $100-ға дейін шығынға ұшырауыңыз мүмкін. Ал керісінше, егер сіздің портфеліңіз $100-дан құралған болса, және портфельдегі акциялардың үлесі бірде болса, онда әрбір акция портфельдің 10%-ын немесе $10 құрайтын болады. Және де, егер айтып өткендей
Бір компания үшін нарықта жағымсыз жағдай туындаса, сіз салыстырмалы түрде аз капитал жоғалтасыз, яғни максимум $10. Бұндай жағдайда сіз тіпті тәуекелі жоғары активтерге де инвестициялай берсеңіз болады. Енді видеомызды қорытындылай кетейік. Біріншіден, портфельдегі акция санының қанша болуы керектігі жайлы қатып қалған қағида жоқ. Әрбір инвестор үшін оптималды акция саны жеке анықталады. Екіншіден, диверсификациялауда инвестиция суммасын және тәуекелге қаншалықты дайын екендігіңізді ескеру керек. Үшіншіден, портфельге 10-нан кем емес және 30-дан артық емес акция алуға кеңес берілмейді. Акция санының төменгі шегі тәуекелге байланысты, ал жоғарғы шегі инвестордың қанша активті бақылауда ұстай алатындығына байланысты. Сіздер видеодан қандай да бір пайдалы ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.